Баршаңызға сәлем. 30 минутта дайын болатын кешкі ас дайындаймыз. Ең алдымен біз барлық көкөністерімізді турап аламыз. Ең алдымен біз пиязымызды ұсақ бөлшектерге тураймыз, сосын картошкамызды тураймыз, және де помидорымызды турап аламыз. Тура видеода көрсетілгендей бөлшектерге турап алыңыздар. Барлығын дайындап алған соң біз формамызды майлаймыз. Және де осы жерге біз қазір көкөністерімізді салып шығатын боламыз. Ең алдымен біз формамызға картошкамызды саламыз, оның үстінен майонезді жағамыз, және де тартылған етімізді саламыз. Арасын міндетті түрде тұздауды ұмытпаңыздар. Мінекей біз тұздап шықтық. Енді қайтадан майонезімізді және де пиязымызды саламыз. Пиязымыздан кейін помидорымызды саламыз. Осылай видеода көрсетілгендей, бірінен кейін бірін. Мінекей біздің кешкі асымыз дайын болып қалды. Енді соңғы штрихтарымыз, оның үстіне сырымызды себеміз. Духовкаға 180 градусқа 30 минутқа жібереміз. Мінекей біздің кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмді және де өте тез дайындалады. Барлықтарыңызға ас болсын.